Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге дәрігер-эндокринолог Назира Исмаханова. Бұл видеода витамин Д-ні қалай қабылдаймыз. Витамин Д майда еритін витамин болғандықтан, оны майлы тамақпен қабылдаған дұрыс. Витамин Д-ні қалай зерттейміз жалпы? Витамин Д-ні нақты зерттейтін анализ ол масс спектрометрия деп аталынады. Ол қымбат анализ болғандықтан, көбінесе біз жақта ИФА-ны қолданылады. ИФА негізі витамин Д-ні тексеру үшін арналмағандықтан, ол қасындағы қоспа метаболиттерді бірге қосып зерттейді. Сол себептен кейбіреулердің айтуы бойынша 30%-ға жоғарылатып көрсетеді нәтижені, кейбіреулер 50%-ға дейін көп көрсетеді. Егер мысалы сіздің витамин Д-ңіз 100 болатын болса, онда негізінде ол 70 деген сөз. Сол себепті витамин Д-ні 100-ден асып кетеді, передозировка болып кетеді деп қорықпаңыздар. Зертханаларда 30 мен 100-дің арасы норма деп белінеді. 20 мен 30-ның арасы жетіспеушілік, 20-дан төмен ол дефицит болып саналады. Негізінде соңғы зерттеулерге сүйенсетін болсақ, біз мақсатымыз витаминді 80 мен 100-дің арасы болу керек. Яғни 90-ға біз 90 болуын қалауымыз керек. Өйткені витаминді 50 болған жағдайда көптеген аурулардың алдын алады. Мысалы айтатын болса, қант диабетінің бірінші типін 80%-ға, екінші типін 50%-ға, тамыр ауруларын 80%-ға, бүкіл рак ауруларын 75%-ға алдын алады. Сол себепті витаминді жоғары болуынан қорықпаңыздар. Витамин Д-ні қалай қабылдаймыз? Мысалы, сіз витамин Д-ніңіз 20 мен 40-ның арасында болатын болса, анализ тапсырыңыз. Қандай анализ тапсырамыз? 25 OH витамин Д тапсырамыз. 25 OH витамин Д ол белсенділігі аз витамин Д. Ол белсенді формаға айналу үшін бүйректен өтіп кальцитриолға айналу керек. Сол себептен витамин Д-ңіз 100-ден асып кетеді деп қорықпаңыздар. Міне витамин Д-ңіз 20 мен 40-ның арасында болатын болса, 10 мың дозада қабылдайсыз, 3 ай бойы қабылдайсыз. 3 айдан кейін анализ тапсырып, одан кейін сол қалаған деңгейге жеткеннен кейін поддерживающая доза 5000 дозада ішетін боласыз. Егер сіздің витаминді деңгейі 20-дан төмен болатын болса, онда 20 мың дозада қабылдау керек. Кейін поддерживающая дозасы 10 мың дозада болады. Көп адамдар жаңағы передозировкадан қорқатын себебі баяғыда бұл 10 мың дозалар совет кезінде өте токсичный доза болып саналынатын. Қазіргі зерттеулерге сүйенсек, 10 мың доза дегеніміз біз күн сәулесінің астында 20-30 минут жүрген кезде теріде бөлінетін деңгеймен сай. Передозировка болады 150, кейбір деректерде 180-нен асқан кезде передозировка болады. Сол себептен витаминді тексеріп, 20-дан төмен болса 20 мың дозада, 40-дан төмен болса 10 мың дозада қабылдап, 3 ай бойы, 3 айдан кейін тапсырып, одан кейін поддерживающий дозада ұстап тұруларыңыз керек. Біздің мақсатымыз витаминді 90 болу керек. Жалпы осы видеом сіздерге ақпаратты болды деп ойлаймын. Видеома подписаться етіп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.